Егер сіздің бауырыңыз ауыратын болса, онда мына тағамдарды сізге жеуге болмайды. Осы диета артық салмақтан арылу немесе сұлулығыңызды сақтау үшін емес, саулығыңызды жақсарту үшін өте маңызды. Әсіресе бауыр ауыратындарға қалай тамақтану керектігін осы видеода айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бауыр мен ұйқы безі адамның жеген-ішкенін сүзетін ішкі ағзалар. Олардың көлемі кішкентай болғанымен атқаратын қызметі орасан зор. Сондықтан да олардың саулығы өте маңызды. Егер аталған екі ағзаның саулығы сыр берсе, басқа ағзалардың жұмысына кері әсер етеді. Сол себепті бауыр мен ұйқы безіне ұнамды тағамдарды тұтынғаныңыз жөн. Дұрыс тамақтанбау панкреатит, гепатоз, созылмалы гепатит, панкреонекроз секілді қауіпті аурулардың пайда болуына ықпал етеді. Аурудан сақтану үшін асқа көңіл бөлу керек. Гастроэнтеролог дәрігерлер бауыр мен ұйқы безіне мына тағамдардың пайдалы екенін алға тартады. Ол диеталық ет, яғни бұзау, тауық, күркетауық және майсыз сиыр еті, және де теңіз өнімдері майсыз балық, табан, нәлім, көксерке, сазан, минтай, тоқы, потасу және де басқа. Сүт өнімдерінен майсыз сүт пен творог, қаймақ, кефир, йогурт және жұмсақ ірімшік. Жұмыртқаның ақуызы. Көкөністер мен жеміс-жидектерден нан өнімдері, бір күндік нан, қара бидай наны, кебектен дайындалған нан, қантсыз печенье, кептірілген нан, спагетти мен кеспе ұнтақ жармасы, қарақұмық пен күріш жармасы, тәттілерден мармелад, зефир, жемісті муз, сусындардан сұйық демделген қара шай, көк шай, шөп шай, балғын немесе кептірілген жемістен әзірленген нәрсу, яғни кисель. Ал жеуге болмайтын тағамдар ол майлы ет, үйрек, қаз және қой еті. Ет өнімдерінен шұжық, сосиска, котлет. Сүт өнімдерден бауыр, бүйрек, жүрек, тіл мен ми. Теңіз өнімдерінен майлы қақталған, тұздалған балық, уылдырық, улу және асшаян. Сүт өнімдерінен майлы сүт пен қаймақ, қатты ірімшік, жұмыртқаның сарыуызы. Көкөністерден пияз, саумалдық, қымыздық, рукола, шалғам, сарымсақ, ақжелкек, тұрып, гүлді қырыққабат. Жеміс-жидектерден цитрус жемістер, киви, қышқыл алма, қауын қарбыз, құрма, жүзім, қара өрік, мүкжидек, қызыл және қара қарақат. Ит бүлдірген. ұн өнімдерінен жаңадан піскен кез келген нан өнімдері, қабатталған қамырдан дайындалған пісірмелер, жармадан жүгері, бидай, арпа, горох, фасоль, жасымық, консервіленген, тұздалған, маринадталған тағамдар. Сонымен қатар тәттілерден шоколад, халуа, балмұздақ, торт, пирожный, ал сусындардан қою демделген қара шай және көк шай, кофе, какао, алкогольді ішімдіктерден газды сулар. Дәмдеуіштерден бұрыш, қалампыр, даршын, кептірілген сарымсақ, кетчуп, майонез, уксус, саңырауқұлақтардан кептірілген, тұздалған, қақталған, тіпті балғын түрінде жеуге болмайды. Сіздің бауырыңыз немесе ұйқы безіңіз ауыратын болса, бір апталық мәзірді тұтынып көрсеңіз болады. Ручка мен блокнотқа жазып алсаңыз болады. Дүйсенбіде таңғы асқа майсыз сүтке пісірілген сұлы ботқасы, бал қосылған бір шыны көк шай, екінші таңғы асқа қантсыз печенье немесе кептірілген нан және бір шыны кисель. Ал түскі асқа көкөніс сорпасы немесе езбе сорпа, қарақұмық ботқасы, қайнатылған немесе буға піскен тауық еті, кептірілген жемістен әзірленген нәрсу. Бесіндік асқа сүзбелі пісірме мен бір шыны шөп шай. Ал кешкі асыңызға буға піскен балықтан котлет, картоп езбесі, бір шыны сұйық демделген қара шай. Ұйқыға жатар алдында бір стакан майсыз кефир. Ал сейсенбі күнгі мәзіріңізде таңғы аста майсыз сүтке пісірілген күріш ботқасы, бір тілік алма, бір шыны итмұрын қайнатпасы, екінші таңғы асқа қайнатылған көкөніс пен бір шыны шайды ішсеңіз болады. Ал түскі асқа борщ, сиыр етінен дайындалған котлет және бір шыны нәрсу. Бесіндік асқа бір шай қасық бал қосылған жеміс салаты мен кешкі астқа өтесіз.
Кешкі асыңызға майсыз еттен дайындалған голубцы мен коктейль. Ұйқыға жатар алдында 1 стакан майсыз йогурт. Ал сәрсенбі күнгі мәзірді жазып алыңыз. Таңғы асқа сүзбелі пісірме нан мен 1 шыны шөп шай. Екінші таңғы асқа пісірілген алма мен 1 шыны кисель. Ал түскі асқа көкөніс сорпасы мен буға піскен балық және 1 шыны көк шай. Бесіндік асқа қантсыз печенье мен жидектен әзірленген смузи. Ал кешкі асқа буға піскен тефтели, майсыз қаймақ пен нәрсу. Ұйқыға жатар алдында 1 стакан майсыз айранды ішсеңіз болады. Осылайша өзіңізге ас мәсірін дайындап алыңыз. Диеталық тағамдарды пайдаланып, денсаулығыңызға мән беріңіз. Ал бұл туралы қандай да бір сіздің пікіріңізді комментарийде қалдырсаңыз болады. Осы видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.